Негізі қыз балаға қатты сөйлемей-ақ қой Нұрсұлтан. Сен вообще араласпашы, хорошо? Жауап береген сұрақ қойып отырсың ғой бұл жерде. Олай қатты атылудың, былай қатты сөйлеудің қажеті жоқ, не жоқ, Баласахан, мен атылып жатқан жоқ, мен өзім білем қалай сөйлеп жатырмын, мен нормально тонмен. Мен потому что айтатын нәрсем бар ғалымжан. Сол үшін мен сөйлеп жатырмын мына жақта. Мен жаңағы айтып жатқан Баласахан, мен айтып жатқан нәрсем, мен білмеймін, или мен сезіммен ойнап жүрсің ба, мен түсінбей жатырмын. Или білмеймін, жас бала деп, мен жас бала, жас шығармын Баласахан, бірақ мен жасымнан өзімнің деңгейімде мен ойлана аламын, өзімнің деңгейімнен жоғары ойлана алатын баламын. И қайсы дұрыс, қайсысы нәрсе дұрыс емес, мен білемін өзіме не керек. И болашақта қандай әйел керек екенін де мен білемін өзім. Бірақ та мынандай нәрселер маған сәл күмән тудырады Баласахан. Мен әкеммен сөйлесіп жатқанда мен болашаққа ағаларым біледі, Ернар біледі деген сияқты. Мен болашаққа осы қызды аламын, осы сезонда мен үйленіп шығамын деген ниетім болғаннан кейін уже сәл күмән келтіреді Баласахан бұл нәрсе. Мен сенің сезіміңмен ойнап жатырмын, или сен мен қасыңда жоқ кезде башқа қыздарға әдемісің деп айтасың, башқа қыздарды құшақтайсың. Мынау уже манипуляция ғой Баласахан, уже атака. Айт, сен жауап берсең мен саған. Сен мені просто қызғанып жатырсың ғой, или сен көрдің бе мен біреумен құшақтасып тұрғанымды, бірақ сен құшақтасып жатпайсың ба? Баласахан бұл жақта енді жаңа құшақтасып дегенде алдында Индира мен Бекзаттың темасын айтып жатыр ғой. Ол жақта нағыз құшақтасып болған жоқ. Жай ғана давайласып жатқан, или тойдың ортасында, или тойдың басында мен келіп құшақтап алып Индираны тұрған жоқпын. По факту давайласып жатқан кезде ана жақта бәрі біледі, біз құшақтасып давайласып амандасамыз. И сол моментте Баласахан жоқ, бүйтіп құшақтап амандасасың ғой Баласахан, тура солай қоштасқанбыз деген. И сол моментте бүйтіп қалай болып жатыр деген кезде құшақтап тұрған жоқ мен ол кезде. Жай ғана бүйтіп тұрдым да айттым, осында қалай болып жатыр деген кезде, кетіп қалды міне, сағынып жатырмын деген сияқты сондай ішкі лебізімді айтқам. Бірақ та оны мына жақта отырып сол моментте де Баласахан маған келіп айтып түсіндірсе болатын еді. Бірақ та мен рекламадан шығып кеткенмін, рекламаға сыртқа шығып, и сол моментте келсем біреу маған айтты, жылап жатыр деді Перизат. И барып шақырсам келмейді. Сол моментте Аделя мен Ернарға айтып жатыр да оны. Мен Баласахан, мен сонда кіммін маған айтпаса? Сонда мен сенен сұрап тұрмын да, мен сенімен сөйлескім келмейді, мен сенімен айтқым келмейді. Я не хочу говорить с тобой дейді. Мен сонда кіммін Баласахан, Ернарға айтып тұр. Мен ғой сенің приятно было, ты это понимаешь? Енді сен маған құшақтаған жоқпын деп айттың ба? Айттың. Бірақ Бекзат айтты ғой құшақтады деп. Ернар да айтты. Ернар да саған келіп айтып тұр ғой. Қалай сен өзің жақсы көрген қызың жаныңда жоқ, бірақ сен башқа қызды құшақтап жатырсың деп. Енді Баласахан, осыдан 3 күн бұрын ғана негізі өмір деген әділетті ғой деймін да. Осыдан 3 күн бұрын ғана мені қызғанған кезде Нұрсұлтан отырып осы жерде сен әлі балалығың қалмаған деді осы жерде. Менен қызғанасың ба деді. Әйтеуір сыныққа сылтау деді, короче. Сондықтан ол кезге туған күн бұзауға да туады деп осылай айтылатын сияқты негізі. Араға 3-ақ күн салынды негізі. Көп уақыт өткен жоқ Нұрсұлтан. Сен алдында ғана мен айттың. Сен сыныққа сылтау іздеп жатсың дедің. Сен слабыйсың, бірдеңе деп кеттің ғой. Бірақ сен мен отқан орында сен отсың. Бірақ менен де қатты жынданып отырсың. Ал егер де Ғалымжан егер де сен сияқты құшақтайтын болса, сен не істейсің онда? Өйткені мен жақсы көремін Бекзат, понимаешь, мен жақсы көремін, мен қызғанамын. Сол үшін қызғанамын. Так ондай өтірік бір сылтау тоқтату үшін мен өйтіп не істеп жатқан жоқ. Мен жақсы көргендіктен болашаққа ойым болғаннан кейін мен қызғанамын бұл адамды. Сонда бізде болашаққа ой болған жоқ деп ойлайсың ба? Сенікі просто сылтау болды. Бекзат тоқтату үшін сылтау. Сен оны алдында айтып жүргенсің маған. Жоқ, тоқтатамын, бүйтіп соңғы тоймау деген сияқты. Жарайды, қара. Бірақ сен осы жерде айттың маған. Сен слабый дедің, бір өзің апарып салмайсың ба, өзің істемейсің ба деп жатсың ғой. Сен қызғанатындай өзің самооценкаң төмен ба деген сияқты. Ғалымжан егер де құшақтаса, сен оған не істейтінін мен білмеймін егер де. Шынымен де Перизаттың қызғанғаны орынды, ал сенікі орынсыз. Ғалымжан жай ғана сөйлесіп тұрған сен қызғанып жатсың, ал құшақтаса сен кәдімгідей онда сен екеуін қосып беретін шығарсың, өзің ғана. Просто оның алдына дейін ол әңгіме айтылмаған болса, базар жоқ, мен түсінемін. Ортада ондай әңгіме қозғалмаған болса, мен Баласахан түсінетін едім. Бірақ та мен Перизатқа бір айттым, екі айттым. Уже 3-4-шіде мен уже Баласахан не істеуім керек? Мен или жұтып жүре берейін ба мен Бекзат сенің ойынша? Жұтынып болғанда қара, сен айтып тұрғаның сонда Индира, мен не үшін таныстық тоқтаттым? Индира өзі повод берді. Менің көзімше. Ал Перизат повод беріп жатыр ма Ғалымжанға? Қалай? Повод беріп жатқанды сен ол үшін емес. Саған сұрақ қойдым тікелей. Иә, жоқ. Беріп жатыр просто, беріп жатыр повод. Беріп жатыр ма? Иә. Онда жіберсе онда. Нұрсұлтан, қарашы енді, сен шырпыр болып жатсың ғой, біз баста айттық қой саған. Жас деген бәрібір өздікін алады. Сен сол кезде не дедің? Шырылдап тұр. Ғалымжанға да айттың ғой сен бізге кедергі бола алмайсың. Сен бізге қарамайды ол саған. Не істейсің? Қазір не болды? Сол Ғалымжан үшін айқай шығарып отырсың да, сені жақсы көріп тұрған қыз Нұрсұлтан. Ғалымжанмен теманы шығармайды. Ондай әңгіме болған қаламайды. Бұл қазір айтып отыр. Нұрсұлтанның қызғанғанынан шаршадым деп отыр. Көрдің ба? Бұл сені әшейін пайдаланып жүр. Нұрсұлтан, көзіңді ашып қарасай айналаңа. Бұның ойы жас жігіттерде емес, бұның ойы өзімен қатар жігіт, немесе өзінен үлкен жігітті қалайды. Сені әшейін пайдаланып жүр Нұрсұлтан. Көзіңді ашып қарау керексің. Сен бұған тиімді болып тұрсың. Сен заттарын алып бересің. Бұның қалтасынан шығын шықпайды. Тек сен жақтан шығын болады. Сен сол үшін ғана тиімді болып тұрсың. Бірақ қалғаны басқа ғой. Осы жерде көзің ашылатын жер жетті ау деп ойлаймын. Мен әңгіменің ұшын бекер шығарған жоқпын. Мен осындай нәрсенің бар екенін білдім. Осы жерде көзіңді аш деген білет болған. Вот басқа ештеңе айтпаймын. Нұржан, у меня есть деньги, не переживай насчет этого. Нұрсұлтан жоқ болса да мен өзім жасап келгенмін. Не деп айтқан сөзің бұл? Жоқ, енді қара да, ойбай, жақсы көремін. Шырылдадың да, бірақ Нұрсұлтанның қызғанғандары шаршатты деп жатсың. Жақсы көрген адам ешқашан шаршамайды ғой, Перизат. Сен қалай шаршап жатсың уже? Таныстықтан басталғанда бір айда болған жоқ қой? Әлде сендер жобаға дейін таныс болып, уже шыңына жетті ма уже? Пигына жетті ма? Нұржан,
сен үшін мен тек қана Галымжанмен сөйлескеніме виновата болып жатырмын ғой. Бұл башқа қыздарды құшақтағанда не үшін виноват болды? Жоқ, ол сылтау болып отыр саған, әшейін. Ғалымжанның темасына жеріне шығуына сылтау болып отыр. Мен саған не айттым? Сен Ғалымжаннан сұра салма, жаныңдағы қыздан сұра сал дегенде, мен өзіме сенімдімін, мен Перизатқа сенімдімін деп шырылдадың да, қазір не істеп отырсың? Ғалымжанның айтқаны дұрыс, ауыр айтсам жылап қалады деп. Қазір сен сәлден кейін отырсаң жылайтын сияқтысың Нұрың. Жоқ, баласахан айта кетсек бола ма осы жерде? Енді білмеймін, енді кейбір жігіттер Нұржанға да қатысты нәрсе да. Нұржанның өзінің осыған дейінгі ара қатынасы каждый раз шығады ғой баласахан. Каждый раз осындай ұрыс болады негізі. Қалай арылысып кетті, қалай айырылысып кетті, отырып алып аккуратно тәпсірлеп отыр да. Нұржан сәл кішкене қарасай, дұрыс жігіт баласы негізі заботасын ол білмеймін, Перизатты да түсіріп қойып жатқан сияқты менің ойымша. Ол нәрсе дұрыс емес. Жарнамадан оралдық, және жарнамаға кеткенге дейін Нұржан айтып жатыр ғой, сен қасында жүрсің, Перизаттың Нұрсұлтанға жасап жатқандары дұрыс па деп. Перизат, не болды? Жыламаңыз. Нұржан. Я баласахан айтып жатыр ғой, сен пайдаланып жатсың деп. Мен қандай пайдаланам? Ладно, егер де мен қымбат бір нәрселерді алып бер деп айтсам, антип айтсаң болады да. Нұрсұлтан не қылсын, мен барына рахмет, сен мен үшін тырышып жатырсың деп беле айтып келемін. Мен емен жаш қыз емеспін ғой, баласаханым, мен көп жақтарға барғанмын, өзім жағдайым жақсы, Құдайға шүкір, у меня все есть. Бірақ азым өтіп айтқандарым мне реально задевает. Нұрсұлтан да мені жаманатты қыз қылып отыр ғой, сен маған повод беріп жатсың деп. Бірақ мен ешқашан выборым Нұрсұлтан болған үшін мен қасында отырамын. Мен ешкіммен сөйлеспеймін, даже Нұрсұлтанның өзінің өте көп дос қыздары бар, мен алардан ревновать еткен жоқпын ғой, сен маған повод беріп жатсың деп айтқан жоқпын ғой, неге ал өзін ойлап ғой. И так маған қанша адам жазады, Перизат ақылсыз қыз, неге сен өзіңнен 7 жастағы қыз ер азаматты таңдадың деп. И так ата-енем против болғанына қарамастан мен жаныңдамын. Баласахан, Перизат, негізі өйтіп жылаудың қажеті жоқ. Сен қандай адам екеніңді. Хорошо, араласпашы. Бір-бірімізді тыңдайықшы. Баласахан, бұл жақта мен енді бұл қызды жылатайын деген ниетімде болған жоқ, шынымен айтамын. Мен дәл осы мен болашаққа жоспар болғаннан кейін болашақта осы қызды алам дегеннен дәл осы моменттерді мен просто шешіп алғым келді. Баласы, неге олай? Перизат, мен сенің өмірінде қандай бір орын алам? Мен білмеймін, Баласахан, шынымен. Негізі Перизат жыламақ қой. Саған сенбейтін адам не аласың, ол үшін жылап керек емес. Зачем тебе? Мынау вообще қызықпайтын адам екен, Баласахан, вообще. Қазірден бастап сен олса қызғанады, ол қызғаныш емес, ол балақтың ісі, болмайтын нәрсе тырысып қалады. Ертең сен мынау түріңмен Баласахан, мен қазір айтатын болсамшы, сен дәл 4-ші маусымға, 5-ші маусым. Сабыр, тыңдайықшы. Жас айырмашылық осы жерден білініп жатқан сияқты негізі. 20 жасар, 28-де, 27-де, қазірден бастап уже осындай көрсетіп жатыр. Ол қызғаншылық емес, андай болмайтын нәрсе ғой негізі. Былай қарап тұрсаң, сен өзімен өзің тырысып қаласың, ұрсаң, сен наоборот ақылыңда айтып кішкене, не үшін тұрсың, сен бірінші келіп сұраса, не сөйлесіп жатсыңдар, артық нәрсе сөйлесіп жатырық па деген сияқты. Сен білмейсің. Мына жерде соңғы эфирде сен жылатып қойдың. Мен сол кезде жағдайын сұрадым, бәрі дұрыс па деген сияқты. Сен даже келген жоқсың. Сен сыртта өзің шығып кете бердің. Мен былай қарай вообще өзің назарыңды өзіңді неңді бөліп жатқан жоқсың да. Дәл сен ақыл айтатын, өмір үйрететін сен емессің маған, Ғалымжан. Хорошо? Мына жақта мен Баласахан түсінбей жатырмын просто. Бір емес, екі емес жаңа айта кетті. Қоймайды болды. Сен не мақсатың не вообще бұл жақтағы? Біздің арамызға кіргендегі мақсатың қандай сенің вообще? Енді көңіл түсіп жатқан екен, мен жай ғана сен өйтіп лицемерить етпей ақ қой. Мен сен Баласаханым айтатын болсам, 4-ші маусымда ма, 5-ші маусымда бізде осы жақта экс қатысушы болған, атын есімін айтпай қойын, себебі қазір тұрмыста ол кісі деген сияқты. Бірақ та дәл сол кісіге мен сен Баласахан, сен қыз баласына қалай относиться сен, дәл мен өзім білемін ол нәрсені. Так что өйтіп лицемер, сен жылатпай ақ қой, сен бүйтпей ақ қой, сен көз жасына тұрабылғы адам емес, сен жас бала деп бүйтіп ақылында айтпай ақ қой, бір жерін қалтана сап қой, хорошо? Жоқ, сен аз өзіңнің сөздеріңмен маған ишенбегеніңді айтып жатсың ғой. Баласаханым, местоположениемді тоже 24/7 көріп тұрады да. Мен кеше үйде болғанда местоположениені өчіріп салғанмын. Бұл маған чалып ренжиді. Мен не деп ойлашым керек, сен қайсыл жақта жүрсің деп. Мен тек қана өзім. Шерхан. Рұқсат болса, Нұрсұлтан мен Перизатқа былай айтайыншы, Нұржан шырылдап жеткізіп жатыр ғой, мен саған жай сөзбен жеткізіп көрейінші. Саған мынандай нақты сұрақ, Нұрсұлтан, сен үшін сүю маңызды ма, или сүйікті болу ма? Еркек адамға, Баласахан, еркек адамға және де маған сүю маңызды. Қара енді, қара. Саған сүю маңызды да, Перизатқа сүйікті болу маңызды. Сен кімге сүйікті боласың? Осы сұраққа жауап берші. Тек қана маған емес, барлық қыздарға сүйікті болу маңызды деп ойлаймын. Енді былай айтайын. Қыз бала бірінші очередь өзін сүю керек, потом ер азаматты сүйеді. Енді
Адамдар сүюді таңдаса, бір-біріне автоматты түрде сүйікті болады. Сол себептен шатаспаңыздаршы. Әр қашанда екі жақтан бірдей болу керек. Неге түсінбейсіздер? Мен сүйікті болам, мені сүйсін деген әңгіме болмау керек. Сен оны сүйіп тұр, сен оны сүйіп тұрсаң, екеуің бір-біріне сүйікті боласыңдар автоматты түрде. Неге сендер бөліп аласыңдар осындай нәрсені? Дұрыс айтады. Сен әлі жастықпен, қызуғандылықпен көп нәрсені көре алмай жатсың. Мен саған өткенде де айттым. Ал бұл қыз ақыл тоқтатқан, біраз көрген, уже отношенияда да болған. Сол себептен спокойно отырды бұл барлығына шешіп. Ал сен ашумен ешқашан шеше алмайсың, Нұрсұлтан. Сен сол кезде, дәл сол уақытта барып шеше алмадың ба мәселені? Енді келіп 2-3 күннен кейін ашуланып, мына жерде шешем деп ойламай-ақ қой. Сен еркексің. Еркек болып дәл сол жерде шешпедің ба? Одан кейін қозғаудың қажеті жоқ. Балауса ханым, мен ол нәрселерді екеуміз сыртта да сөйлесем, бірақ та бұл кісіге сенбеймін деп күйіп баратырмын, мен қатты қызғанып баратырмын деген сөзің бұл жерде орынсыз. Сен қара, сен перизатқа емес, перизат саған сенбесе, сол мүмкін дұрыс болар еді деп ойлаймын. Мынандай нәрсе бар да, қыз баласының өзі айтты. Не себептен жыладыңыз дегенде, намысыма тиіп кетті, как будто мен осылайды. Махаббат үшін жылап тұрған жоқ қыз. Жылайтын болса, кеше сол тойда жылайтын еді. Тойда жылаған перизатты көрген жоқ, біз күліп ойнап барлығы нормально жүр. Тек қана Нұрсұлтан ғана шығар жынданып далада жүрген. А перизатқа бәрібір болды. Мысалға айтып жатырмын. Просто өйтіп әңгімені қозғаған кезде ғана өтіп переживать етпей ақ қойыңдаршы. Жалпы егер де өз махаббаттарың үшін уайымдайтын болсаңдар, жаңа ғана сыртта сендер нормально жүрмес едіңдер ғой. Келіп мына жерде біздің алдымызда өтірік әңгіме айтпаңдар. Шерхан менің сезімім жоқ болса, мен мой жерде Индирамен құшақтады деп айтқанда үйлеп айтып отырмын. Бәрі көрді ғой ойлағанымды. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін мәселе қалай шешіледі нақты бірге білетін боламыз. Ай желдің үнін тыңдаған қыз. Күндердің күнде Диана Моңғол даласына қайта оралды. Сол бір алтын жүзікті тапқаннан бері 4 жыл өткен еді. Ол енді археолог ретінде экспедиция құрамында жүрген. Бірақ оның мақсаты басқалардан өзгеше болатын. Ол ғылыми дәлел емес, жүрегінің жоғын іздеп келген. Түнгі дала тыныш. Ай сәулесі құм арасын күміс түске бояған. Диана жалғыз өзі от басында отырды. Кенет жел соқты. Сол желдің ішінде бір таныс дауыс сыбырлағандай болды. Диана ма? Қыздың жүрегі шым етті. Бұл есіммен оны тек бір жаңған атайтын. Ол көзіне жас алды да жүзігін жүрегіне басты. Сол сәтте жел күшейіп, аспандағы ай бұлттан шығып нұр шашты. Жарықтың арасынан бір сұлба көрінді, көне сауыттағы ер адам. Сен, деді Диана дірілдеп. Мен, деді ол баяғыдай терең дауыспен. Уақыт бізді бөліп тастады, бірақ жүректеріміз бір мезетке қайта жол тапты. Ол Шыңғысхан еді. Уақыттан тыс кездескендер. Бірақ бұл ет пен сүйектегі адам емес, рухтың бейнесі. Диана оны көріп, бірақ ұстай алмады. Мен сені сағындым, деді қыз. Мен де, деп жауап қатты хан. Сен кеткеннен кейін менің рухым тыныштық таппады. Мен өз заманымда саған арнап тасқа өлең қашап жаздырдым. Ол тасты сен табасың деп үміттендім. Диана басын изеді. Мен табам, уәде берем. Хан күлімсіреді. Ол тас менің соңғы демім қалған тау етегінде. Онда сенің атың жазылған. Сол сәтте бейне бір самалдай сейілді де, ханның рухы қайтадан түнгі тұманға сіңіп кетті. Диана тізерлеп отырып, көз жасын сүртті. Мен сені қайта табам, деді сыбырлап.